бұл жерде біздің қатты айтып жатқанымыз біз жаңағы бетті бір екеуді айтып жатырмыз олармен. Бұлай қалып шошпаңдар. Сен арабтың үлгісіндегі киімімізге әкелмеңдер. Өйткені ол шариғаттың да талабы емес. Бет әурет емес. Әйел қыз баланың дауысы әурет емес, қол әурет емес. Сонымен ағамдармен біз қатты айтамыз оларға. Былайша айтқанда мен орамал мен әуретін Құдайдың парызын орындамай жатқан кезде жаңағыдай қара беттеріне жаңағыдай ниқаб кигіздіріп, одан беттер қарап қашатуға болмайды да онда. Ол дін деген міне ертең сен намаз оқысаң, орамал тақсаң, анау сияқты боласың. Бетің бәрін тұмшалап аласың, ол қалай болады дейді. Мен өткенде қажылыққа барған кезде сияқтағы өзіміздің қазақ апалар менен сұрап жатыр да. Мына жақтың қыздары бәрін беттерін жауып жүреді екен дейді да. Апалар әйел кісілер менен сұрап жатыр. Дедім де қойдым. Бұлар дейді ана жастары қалай бұлар отау құрады дейді. Қалай дейді. Апа o'zам білмейді екенмін деді. Қыздар жүріңіз мен аударып тұрайын соларға. Аудармашы болып. Өзің сұраңыз өзіңе дедім де. Ойбай құрсын керек емес. Мен білмейді екенмін. Қалай танысы болды, қалай отау құрып жатқан. Бұлай қарасаң шынымен логикаға келеді де. Қыздардың бәрі беттерін тұмшаланып жауып жүрсе, оны жігіт қалай көреді оны?